Ал, кеттік пе Асқар? Иә аға, бүгін мен қалаған ойыншықты сатып аламыз. Кеше болмады, бүгін болатын шығар, иә? Құдай қаласа, бүгін болады, Асқар. Жарайды аға. Асқар, барлығы саудаға байланысты ғой, өзің білесің. Иә аға. Кеттік пе аға? Кеттік. Свежий қымыздар бар, свежий қымыз. 1 литр 1000 теңге, свежий қымыз. Свежий қымыздар бар. Інім, қымызың қаншамын? Ассалаумалейкум аға. 1 литр 1000 теңге, аласыз ба? Шүкір көре ма? Ой аға, тексетмей қаласыз. Өте мықты, күшті қымыз. Аласыз ба? Жарайды, мен бір сендерге сенем ғой. Мінекейіңіз аға, ас болсын. Рахмет. Сау болыңыз аға. Айгүл апа, қалайсыздар? Кейін кіремін ғой. Қайрат. Қайрат. Бергеш. Асқар, мені Қанат ағам шақырып жатыр. Мен келемін дейсің, сен мына қымыздарға қарап қойшы жарай ма? Жарайды аға. Күн салқын екен. Ассалаумалейкум аға. Уалейкум ассалам. Қалайсыңдар, Қайрат, жақсы ма? Иә, жақсы. Не ма? Папаң қандай? Папам үйде, не болып қалды? Сол ішіп жүр десей. 3 ай болды ғой, қарызын қайтармағанда. Қашан қайтарады? Білмеймін. Анам кеткелі қатты өзгерді ғой, мінезі де өзгерді. Бір жағынан Асқар інімде әкеліне қорқып жүр. Қайрат, давайте былай істейік. Мен сендерге қымызды беріп, кредиттерін жапсын, қарыздарын жапсын, адам болып өмір сүрсін деп беріп жатсам, сендер маған былай жүргендерің. Давай, былай істейік. Қанат ай. Жоқ, Қайрат, давай, все. Давай, қанша таптың, маған айтшы. 5000 теңге таптық аға. Қазір мен 5000 теңге алам, мынаны аласыңдар да таясыңдар, түсіндер ма? Әкел ақшаны. Бұдан кейін келуші болмаңдар. Давай. Не болды аға? Неге көңілсізсіз? Аға, тек ұрыспаңызшы, мен дарымды жоғалтып алдым. Асқар інім, қайттық жинағанбыз. Неге аға? Аға, бүгін ерте қайтып бара жатырмыз ғой. Неге? Жұмыс бүгінге бітті, Асқар. Аға, мен қалаған ойыншықты сатып аламыз ба? Жоқ, Асқар, өкінішке орай бүгін ала алмаймыз. Түй, бір. Асқар, қойшы болды, миымды ашытпашы. Бүгін ала алмаймыз дедім ғой. Сіз орында жинап жүрген ақшаңыз бар еді ғой. Неге оны жұмсамадық? Асқар, қойшы дедің ғой саған. Хотя бы продукт аламыз да үйге. Иә, айтпақшыдай. Бірақ бізде ақша да қалмапты ғой. Мен қазір магазиннен барып қарызға жаздырып берейін. Жарайды аға. Фариза апа, қарызға продукт алсақ болады ма? Үйде ештеңе қалмап еді. Жоқ, Қайрат, қарызға бере алмаймын, себебі... Ол магазинге қарыз. Қанша қаржысыз, папа? 30 мыңдай. Папа, продукт алған болсаңыз, ол продуктілер қайда?
Бізде продукт жоқ қой. Жоқ қой бізде продукты. Ей, жаным, кеш мен. Мен балам ғой, бұл менің балам, жаным. Жұмыс қалай, Жақсы, бірақ бүгін Қанат аға келді. Қанат аға? Ол саған, ол қымыз бермеймін деді ғой, Иә. Біліп едім деді. Мынау, басқа тамақ жоқ па, немене бізде? Үйде ештеңке қалмады, тек қана пияз бар. Папам бүгін жетер бүгінге. Сен бала, не деп тұрсың сен, а? Асқар қорықпашы, папам жай осылай сөйлейді ғой, ештеңе етпес. Мен ұйықтаймын. Өздерің бірдеңе қылыңдар, мақұл ма? бірдеңе қылғанда мен сатып алған болатынмын. Қалай мен тізімде жоқпын? Так, атыңызды қайталап жібересіз бе? Айдана жарқын. Міне бар екенсіз ғой, кіре беріңіз. Осы гифте сіздер осы шаттарға шыға алатын боласыздар. Гифте сіздер мына заттарға шыға аласыздар. Кешелер сіз кіре берсем болады ма? Иә, кіріңіз. Сіз небәрі 40 минутқа кешіп қалдыңыз. Иә, мен жаңа айтқанымдай, менің мастер-классым арқылы сіздер өздеріңіздің TikTok және Instagramда көп қаралым жинай алатын боласыздар. Барлығымызға түсінікті болды ма? Иә. Жақсы, онда сұрақтарыңызды болса қоя беріңіздер. Бастаймыз. Зарина, сіздің блогқа деген мақсатыңыз неде? Менің мақсатым адамдарға позитивті өмір сыйлау. Тағы сұрақтар бар ма? Айтыңыз. Ал сізге одан не пайда? Мен адамдарға позитив берген сайын менің энергиям тола бастайды. Сұрақ қойса? Бұл өмірде мысалы спортпен айналысу және де дұрыс тамақтану видеоларыңыз рас па? Иә, бұның бәрі рас. Және де мен өзімді бақытты сезінемін. Ал бүгінгі келгендеріңізге үлкен рахмет. Мен сіздер тағы да асыға күтетін боламын. Ал жеңімпазды мен бүгін хабарлайтын боламын. Кешедеші Зарина, сізден сұрай деп едім. Сен жаңа кеш қалыңыз емес түсінді? Кешкендерді жек көрем. Иә, айтбепеңіз, мен кешігін қалғаннан көп информацияны беріп алдым. Бір-екі нәрсе сұрап алсам болады ма? Сұрай ғой. Визуализация деген ұғымды қалай түсіндіріп бере аласыз? Ол болашақта армандап жатқан заттарыңды практика ретінде елестету. Яғни, сен телефон алғың келсе, оны дәптерге сурет ретінде салу, немесе дүкенге барып, сол телефонды қолыңа алып, сатып алдым деп елестету. Иә. Сосын, сіз көрсетіп жатқанның барлығы рас па? Машина алғаныңыз, спортпен айналысуыңыз, жақында қымбат телефон алдыңыз, үйсіз жүрген балдарға ақшалай беріп жүргеніңіз? Иә. Сіз осыны барлығы істегеніңіз үшін бақыттысыз ба? Зарина? Иә, әрине мен бақыттымын. Жарайды, мен кетуім қажет. Жарайды. Тоқта. Және де сенен 10 000 теңге. Неге? Сен жаңа менің жеке уақытымды алғаның үшін. Онда ақша менде жоқ. Мен мастер-класс төлеген болатынмын. Сен сонда менің жеке уақытымды алып, және де ақша бермейін деп отырсың ба? Иә. Не қылды? Әрбір нәрсеңізге ақша сұрай беріп. Рахмет бұндай ақылыңызға. Және білесің ба? Сен көкірексің, және шынайы емессің. Мынаның барлығы өтірік секілді. Камераның артында күліп жүресің, ал адамдармен дөрекі сөйлейсің. Мен жақсы көретін Зарина, мұндай деп ойламадым. Сау бол. Сау бол. Ашпайсың есікті, мен не өзім ашуым керекпін бе? Достар, бәріңізге сәлем. Мен жаңа өзім мастер-классымда аяқтап болдым. Және де тағы да қашан болады деп сұрап жатқан адамдарға айтарым. Менің мастер
мастер-классым арқылы сіздер өздеріңіздің TikTok және Instagramда көп қаралып жүрген Ильяс, боласыздар. тездетіп шайыңды ішші, сабағыңа кешірсің ғой. Иә, мам. Брат, бүгін ақша алып шықсай, мен саған теман нәрсе көрсетемін. Ол не, Нариман? Қанша алып шығай, Нариман? 2000 теңге жетіп қалады. Мама? Ау, балам, Маған мектепке ақша бересіз ба? тумбочканың үстіне 500 теңге қойдым, балам. Үнемдеп жұмсарсың. Жағдайымыз мәз емес, түсінесің ғой, балам. Мама? Осыдан қараңыз, ертең мен де жұмыс істеп сізді бай қылатын болам. Әрине, балам. Ильяс! Қалайсың, брат? Жақсы ғой? Қанша бар сенде? 500 теңге бар. Мә одан көп алышуға болмас па еді? 2000 теңгеден қосаған. Не көрсетейін дедің? Көрсеткенде бұлай ғой, қазір бір жерге барып қайтайық, жүрсей. Қайда барамыз? Жүрсе, қазір ол кісіге хабарласып алайын. Алло, братан, мен досыммен келейін дедім. Қазір боссыз ба? Аха, жарайды. Тұр қойшы, мамам маған ұрсат. Ей, сен мен дос емессің бе не? Досыммын. Кеттік онда. Жарайды, кеттік. Қайда ол? Қас келетін шығар. Ән келіп жатыр. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Қалайсыңдар? Жақсымыз. Нариман, амансың ба? Иә. Нома досың? Иә. Ақшаны әкелдің ба сен? Иә. Екі ақым теңге ма? Жарайды. Көреміз ғой. Если бүгін повезет, сразу берем ақшаңды. Мен білесің ғой, мен серьезный адаммын. Хорошо? Жақсы. Давайте, жолығамыз. Не болып жатыр, Нариман? Бұл кім? Неге біз оған ақша бердік? Ильяс, сен бір сағат күте тұр, сосын көресің. Қарым тойды. Нариман, 10.000 теңге. 10.000? Иә. Екеуің бөлісіп аласыңдар, иә? Жақсы, мен кеттім. Не? Саған 5.000, маған 5.000. Енді айтатын шығарсың. Ильяс, шынымды айтайын, мен өзім де білмеймін. Осы аға осылай бір бизнес істейді, соға ақша бересі, олса 2-3 есе қылып қайтарып береді. Ал кейде бизнесі жүрмей қалады, кейде жүреді. Сондай бірдеңке өзім де түсінбедім. Мынау тема ғой, я? Ал мен саған не дедім? Ал сен бұл ағамен қалай танысың? Таныс дегенде қатты танымаймын. Осы аға ана кезде бір заттың тасуға көмектесіп жүрдім. Сонда менен ақша аласың ба деп, не ақша деп берген. Сосын осы жайлы түсіндірген болатын. Не, мен де осылай келіп тұрмын. Бопты да. Әйтеуір алдап жатпаған сияқты ғой. Чем более бизнесмен екен. Бірақ бар ғой оған не пайда? Мен білмеймін, бірақ күнде тегін ақша бізге рахат емес пе? Кеттік сабаққа. Қайда сабақ? Кеттік. Компьютер әрі-бері өзіміздің бөбеймен ойынымызды ойнайық. Білмеймін енді. Кеттік. Нариман, онда сол братанға күнде барып тұрайық та, осындай күшті бір бизнес бар болса. Сөйтейік онда. Блин, мынау да бір ұта берді ғой. Чит жазып алған ба? Чит емес бұл. Күшті қару сатып алған. Ауыл қаруны сатып алу үшін ойынға ақша салу керексің. Қане көрінші. Анау 2424 қару емес пе? Я, сатып алсаң ғой осындай. Конечно. Алло? Ильяс, сен қайдасың? Міне келдім, мама, кірдім үйге. Қайда жоқ болып кеттің, Диана? Ой, магазинде очередь.
анау жұрт бітпейтін кімдер бар екен магазинде? Назира апа мен Сара апа күнде жүрді ғой сол жақта. Басқа кімдерді көріп жатсың? Ешкім? Сен де осындасың ба, не қорқақ? Көзіне қарасай, мама, балдардан таяқ жеп позор. Ұрмайсың ба сен де дұрыстап тұрып? Диана, айналайын, көп сөйлей бермей, барып анау сарайды жинашы. Мен не сабаққа бармайын ба, не? Кеше де қалып қойдың ғой сабақтан. Мынау қалсын. Осы еркек болып есік алдын тірлігін жасасын да, мам? Мен ұрдым оларды, если что. Не? Мен ұрдым деймін. Сен осы мектепке бармай қойшы, тағы да ұрып жіберсең анда. Болды ғой саған. Неге қоймайсың? Кесе беріп қайта бала. Ой, жылау. Шаршадым. Диана, мен семинарға кетіп бара жатырмын. Қазір менімен бірге аса маңызды қонақтар келеді. Сен бардана холодильниктен етті алып, асып, және нан ысып, нан елеп қой, жарай ма, қызым? Мама, сізге не болған? Мен не тамақ сыйлам ба, не? Бұл не сөз? Бұл қай сөзің? Енді қыз болып үйренбейсің бе бірден пісіріп? Түкке пайдаң жоқ қой сен қыздың. Бір қашан үйренесің қыз болып? Түкке пайдам жоқ қана. О, қалайсың көрші? Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам, Диана. Қалайсың? Нормально, өзің? Шүкір, аман есен. Үйде тұз бар ма? Я, қазалып шығам. Жақсы. Сен сондай әдемісің. Не дедің? Сенің үйінде тұз бар ма дейм? Қазалып шығам. Сені көрген сайын жүрегім лүп-лүп етеді. Ау, не дедің? Сені көрген сайын ашуым келеді, тұз бар ма, жоқ па? Не? Тұз жоқ еде. Бар, әйгерімдердің үйіне сұрап ал, мүмкін берер. Жаңа сен айттың ғой тұз бар деп. Жоқ, бітіпті, енді есіме түсті. Қоя берші. Данияр, тоқташ. Ау. Осы сенен біріне сұрайыншы. Сұра. Саған өзі қандай қыздар ұнайды? Маған ба? Маған әдемі, қылықты, инабатты, көрікті, сүйкімді. Сондай қыздар ұнайды. Саған да сондай болды, ұсынам. Ой, семинардың қағаздарын ұмытып кеттің, Данияр? Не ұшырсың? Амансың ба? Шүкір, жайлап. Жай жүрсің ба? Не қып тұрсың? Сіздің үйіңізде тұз бар ма? Диана жоқ дейді просто. Неге жоқ тұз? Бәрінің үйінде тұз болады. Неге айтасың олай? Бар, жүр, берейін тұз. Ауыл елдерің аман ба? Бәрі жақсы ма? Жақсы. Не істеп жатсыңдар? Кім бар үйде? Талғат, мұнда келші. Не болды? Үйге қайтуым керек. Сен неге құтырып жүрсің? Мен құтырған жоқпын. Индира, енді менің қызым оның қасына жолаушы болма. Енді оның қасына жолайтын болсаң, кешегідей ондырмай ұрам. Бар кет жоғал. Бақа, маған гамбургер алып қойшы. Талғат, қалайсың? Жақсы. Қайда бола жатсың, тоқташы. Кеше мен білмедім қалай болғаным. Ол азман мені жақсы көрем дей береді. Сосын жылыған балдарымен төбелесе береді. Индира, мен саған бірдеңе айтсам бола ма? Аха. Талғат! Мен саған айтқан жоқпын ба? Не айттым саған? Индираға жоғама дедім. Айтса
бармыз. Ой, біз ойыншы ойнап отырғанбыз. Тұр. Да біз ойнап отыр едік. Қалымыз қалай? Индира, қаш! Мен не сен солай үнемі құтқару қажетпін ба? Мені саған ешкім құтқар деген жоқ. Мен өзіме тұра беретін едім сен болмағанда. Енді не істеп тұрсың? Қойшы, Диана, кеттім үйге. Ей, мына жақта емес па? Үйді де білмей қалған қарасай. Бұтына жіберіп қойған жоқсың ба? Ей, кетші. Жүр бол. Алло, Айгүл апа, қалайсыздар? Жақсы жүріп жатыр. Сұрайын деген едім, сіздерден ыңғайсыз екен бай. Сіздерден 2-3 мың теңгеде шыға ма? Да. Папам қарыз ба сіздерге? Жақсы, сау болыңыздар. Алло, Қанат аға, қалайсыздар? Ой, кешіріңіз, итіңіз өліп қалды ма? Сізден кешірім сұраймын, кешіріңіз. Жарайды, жақсы, сау болыңыз. Алло, Дастан аға, қалайсыздар? Жақсы. Ұшаққа ұшып барсыз ба? Жарайды, жақсы, сау болыңыз, мазаңыз алыңыз, кешірім сұраймын. Алло, Арай апа, қалайсыздар? Ой, кешіріңіз, мысыңыз өліп қалды ма? Жарайды, жақсы, сау болыңыз, кешіріңіз. Аға, неге қарызға ақша сұрап жатырсыз? Уақытша ғой, Асқар, уақытша. Папама жазып болам дегенше, біздің продуктыларды ала тұруымыз қажет. Неге қымыз сата бермейміз? Жоқ, сата алмаймыз, өкінішке орай. Жақсы, көңіл-күйіңізді түсірмеңіз. Барлығы жақсы аяқталады. Мен айтты дейсіз. Саған сендім. Сен мені осында күтші, жарай ма? Мен бар қаладан жұмыс іздеп келейін. Жоқ, мен әкеден қорқамын. Мені бірге алып кетіңізші. Кешір, сен кішкентайсың, біз сен жұмысқа қабылдай алмаймыз. Інім, бар атының мекені жарай ма? Жоқ, саған, жоқ. Оның үстіне інімен бірге жұмыста жүре алмайсың. Аға, қарным ашты. Аға, менің қарным ашты. Кеттік. Алло, Қайрат, қалайсыңдар? Барлығы жақсы ма? Бізде барлығы жақсы. Жаңа сен қарызға ақша сұрап едің ғой, мен саған салып жіберейін, Рас ба? Қайтармай-ақ қой, бірақ жарай ма? Итак, әкелерің қарызын қайтармайды ғой. Ұжы үйреніп қалғанбыз. Камил апа, негізі бізде ақша бар. Мен кошелегімде екен ғой, ұмытып кетіппін. Жақсы, сау болыңыз. Не болды, аға? Аға, мен қатты қарным ашып бара жатыр. Аға, мен қатты қарным ашты. Жүр, кеттік. Алло, жақсы, саламыз. Қараш, Бека. Күте тұрш. Мен стример жатсайын. Сәлем, достар. Бүгінгі менің мастер-классыма қатысқан адамдардың ішінен бір күндік Заринамен билетінің жеңімпазын таңдайтын боламыз. Ал дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Так, барлығы да әділ түрде өтетін болады. Генератор бізде Айдана деген қыз таңдады. Айдана, мен сізге директкер затын боламын. Мен сіздің жеңімпазыңызбен құттықтаймын. Ал қалғандарыңыз ренжімеңіздер. Келесі конкурста жеңімпаз болатын боласыздар. Так, бұл кім екен? Мынау мана қыз емес па? Той, генераторда бір осы қыз таңдайды екен. Керістейінші. Зарина, олай болады ма не? Таңдалған адам таңдалай берсін. Подписчиктарын ертең басқаша ойлап қалуы мүмкін ғой. Енді істерім. Ладно, осы қыз қалай берсін. Алло. Рас па? Мен саған жаңа айқайлап жүргенім үшін кешіріңізші. Менікі дұрыс емес болды. Қашан келейін? Болды. Ура! Кешірім сұраймын. Қалайсың, браттелла? Қалайсың? Ашқан ұрысты ма кеше? Мазан жоқ қой. Ұрысты. Кеш қайттық қойын. Ешім оңына сабаққа бармағанда болып қойды. Қайда бара жатсың? Сабаққа? Кеттік.
кешегі бір атанға. Ой, қош. Бірінші сабақ дене шынықтыруы сабағы емес пе, да? Иә. Ағайға өзім түсіндіріп айтамын. Точно ма? Ой, точно. Кеттік пе? Қанша бар сенде? Осындай бар. Болды ғой, жетет. Кеттік онда. Апалар болып қойған ма? Жарайды, кеттік. Міне жігіттер, бүгін 20 000 теңге. Мәссаған, айттым ғой саған, брат. Жоқ, қалай екен? Ұнады ма? Рахат беген жеңіл ақша? Иә, рахат. Енді тағы да келесіңдер ме енді? Келеміз ғой, брат. Жоқ, болды, қажет емес бізге. Жігіттер, сендер осы ақшаға бола мәссіңдер. Ал мен күніне 100 000 табамын ғой. Қалай табасыз, брат? Ол секрет қой енді, ол типа кішігірім ойын анти деген. Анти? Біз ойнап жүрген ойын емес пе, Нариман? Иә, дәл өзі ғой. Жоқ, сендер де ойнайсыңдар ма, не оны? Иә. Сол ғой. Оған просто міне, оның ойынның ішіне ақша саласыңдар да, и оның ішіне ең мықты қаруды сатып алып, үстіне ақша қосып, сатасыңдар, үстіне қойған пайыздарын өздеріңе алып қаласыңдар. Вот солай ақша табылады. Қанша салуға жетпіз? Ана кезде баланы ұтуға жетеді. Қай, анау ма компьютер ойнап атқан? Иә, дәл өзі. Жігіттер, в общем, бүйтесіңдер. Үйлеріңе барасыңдар да, телефонмен маған 15 000 теңге салып жібересіңдер, хорошо? Ай, маған керек емес сонда. Ал саған Желес. Жоқ, Айдана, мен жеңемін. Сен бүгін менен бірге нағыз блогердің өмірін көретін боласың. Сен блокнотын алып алдың ғой, Иә. Жарайсың. Айтпақшы, екеуміз селфи жасалайықшы. Одан кейін, мына пирожкиін жеуді қойшы. Шармайлар құсамай. Сен блогер болсаң, нормальный тамақ жеу керексің. Донер сияқты жер ма? Қайдағы донер? Рестораннан тамақ жеу керексің. Ол міндетті түрде ма? Ой, саған көп нәрсе үйрету керек екен ғой. Жүр артынан саған блогер қандай екен көрсетем. Вау, Зарина, мынау сенің машинаң ба? Иә. Егер сен мен секілді блогер болатын болсаң, осындай машина алғанда жағдайың жетіп қалады. Вау, Зарина, сен егерде соншалықты бай болсаң, неге мастер-класс өткізіп жатсың? Секреттеріңді бөлісіп қойып жатырмын деп ойламайсың ба? Мен адамдарға шынайы бақыт бергім келеді. Сол себепті мен өзімнің секреттеріммен бөлісемін. Және де қазір біздің жеке водителіміз келеді. Вау. Сәлеметсіз, Зарина ханым. Кеттік пе? Иә, кеттік. Сен дұрыстап шаласың ба? Айдана, мен саған үйретіп жатқан бәрін жаттатсың ба? Иә, вроде бы жоқ. Иә. Сен неме миымды айналдырып отырсың? Одан да тамақ іш. Мен бұның бәрін 20 000 теңге заказ бердім.
бұл ресторан біздің қаладағы ең мықты. Мен өткені жаман жерлерге бармаймын. Аха. Мына сөмкелер саған бара ма екен? Жоқ. Айдана, сен егер де блогер болғың келсе, осындай киімдер мен сөмкелерді күнде тағу керексің. Қымбат қой, қарапайым киіммен түсіре беруге болмайды ма? Сен блогер болғың келе ма? Иә. Онда көп сөйлей бермесей? Сөйлей беремін, өзім білемін. Талғат, қой дедім. Уф, шаршап кеттім. Сен қызда бір көмегін тигізбедің ғой. Туылмама қойнышы, шайдамды болыпты. Нан айтам да, мектепте бір қыз ұнап қалған ғой. Сонымен? Қойшы, Диана. Сонымен танысайын десе, жігіті бар екен. Сол жігіттен чмо болып таяқ жеп жатты. Қойшы, олай болуы мүмкін емес. Менің балам мықты ғой. Сенбесеңіз, не мама видеосы? Көріңіз. Қойшы, Диана. Ой, балам, ұят болды ғой. Рахмет, мен тамақ ішпеймін. Қызым, бұның не? Осылай жігіт болар менің балам. Қайдан? Қыз секілді болып кеткен ғой. Ал өзіңші, қыз секілді ұстайсың ба? Не? Өзіңді айтам, қыз секілді жүресің ба? Көшеде әркіммен бір төбелесесің. Үйдің тазалығына мүлдем қарамайсың. Не тамақ пісіре алмайсың. Сабағыңды оқымайсың. Үйді жинамайсың. Қыз бала деген мейірімді болу керек қой. Мама, қойнышы, шай қойнышы маған. Аллай, мен сені түсінбеймін. Сен кімге тартқансың? Мен кішкентайымда ондай емес едім ғой. Дұрыс айтасыз, мама. Еркекте ақы болып кеткен Диана. Бір нәзіктігі де білінбейді. Қылығы да жоқ. Менің достарым әпкен келе жатыр. Ойбай деп қашады. Маған жеке өмір сүруге бермейді. Мама! Болды қой, Диана. Диана, тыңдашы мені. Шынайы адам болу керек сен осы өмірде. Басқа адам болып көрінем деп ойламай-ақ қой. Сосын ғой саған Данияр қарамайтыны. Даже қыз секілді ренжей алмайсың ғой. Болды саған. Сен де қошеш балалардан таяқ жей бермей. Сен деген осы өмірде қыз баланы жақсылап тұрып сыйлау керексің, гүл сыйлау керексің. Жарай ма, балам? Жарайды, мама. Қайрат. Қайда жүрсіңдер? А? Мен өліп қалсын деп жүрсіңдер ба сендер? Папа, болды, қойыңызшы. Сендердің шешелерің тірі болғанда мен осылай жүрер ме едім бе? Папа, сіз біраз адамдарға қарсы екенсіз ғой. Мүмкін қоярсыз, папа. Дұрыс өмірге оралайықшы. Асқар екеуміздің қарнымыз ашты. Қарындарың ашса бар, жұмыс істеңдер, маған дейсіңдер. Папа, Қайрат ағаны ешқайда жұмысқа алмайды. Мүмкін қоярсыз. Маған дым қызық емес екен. Бар, алып келіңдер ма? Папа, менде ақша жоқ. Қалай ақша жоқ? Маған дым қызық емес екен. Папа, бұл қойыншы! Папа! Асқар мен қалды. Мына суды ішші, Асқар. Барлық жақсы болады. Менде барлығы жақсы. Тек папа осылай ауыр сөйлесе. Жүрегім ауырады. Неге олай? Қайрат, сен Асқардың ойыншығын алып бердің бе өткенде? Иә. Қайда енді ол? Мен сені білем. Папа, уақша тиіспеңізші, білесіз ғой не үшін екен? Қайда ба? Көзбе көрмеңдер ба? Құра көзбе. Так, Ильяс, 15 000-ды салдың ғой, я? Иә. Ана отырған қызыл кнопканы бас. Мама, я бастым. Вот,
мына ойындағы мына қаруды сен алдың. Ес, рас па? Чез болды ғой. Мен чез болады деп ойламадым. Иә, мен саған айттым ғой. Рахмет. Ильяс, ал сен ең мықты қаруды алғың келеді ма? Ана баланы ұтқың келеді ма? Иә, ұтқым келеді. Онда мен саған бір керемет нәрсе айтамын қазір. Жарайды, Айдана. Мынау менің үйім. Жарайды, сау болыңыз. Сау бол. Ой, мынау Зарина заты менде қалып кетіпті ғой. Зарина! Ладно. Аға, Зарина қайда? Мен білмеймін, кетіп қалған шығар. Онда мына заты бере саласыз ба? Ей, девушка, мен ол қызды бірінші рет көріп тұрмын, танымаймын оны. На. Қалай ол? Мені бір күнге жалдап алған. Тоже себе богатый строил. Зарина? Айдина, мына жаңағы сен маған берген киімің, сен мені тағы да құтқардың. Уф, Зарина, қашан қоясың бұл әдетіңді? Өтірік блогер болып жүрмей алсан алмайсың ба киіміңді? Уф. Сәлем достар, өздеріңіз көріп тұрғандай мен кафе жасымен шықтым. Өздеріңіз білесіздер, бұл жердің кафесі өте қымбат. Зарина! Айдана, сен бұнда неғып жүрсің? Неге бұлай жасайсың? Нені жасаймын? Мынаның барлығы өтірік екен ғой, иә? Сен негізінде бай емессің ғой, рас па? Неге олай ойлайсың? Машинаны прокатқа алыпсың, киімді прокатқа алғансың. Мына кофені мусоргадан алып, видеоға түсіріп жатсың. Сен мені аңдыдың ба? Мен аңдығым келмеді, бірақ солай болып қалды. Айдана, я расында да мен сені алдадым. Неге? Өйткені мен адамдарды бақытты қылғым келеді. Қандай оймен? Осылай ма? Сен адамдарды бақытты қылмас бұрын, өзіңді бақытты қылып алсаңшы. Қалай? Егер мен бай жерлерге бармасам, бай киінбесем, авторитетті жерге бармасам, мені подписчиктер мен қалай қарайды? Олар саған сеніп, расында да блогер боламыз деп жүр ғой, Зарина. Сен бұлай істеп тұрсың. Я, Айдана, мен негізінде расында да бай емеспін. Мен қарапайым отбасында тұрамын. Мен және де бұның барлығын достарымнан қарызға алып істеп жатырмын. Зарина, блогер болу үшін сен міндетті түрде бай болуың қажеті жоқ. Сен мынау мақтағаның керегі жоқ. Фон жасап, сен қарапайым болу қажетсің. Сен видео түсіріп жатқанда өтірік күлімсірейсің. Ал расында сенің мазаң болып тұрған жоқ. Дұрыс па? Я, мен соңғы уақытта мазам жоқ. Осы мен таңғаламын. Осы неге біз біреу үшін өмір сүреміз, а? Біреудің оймен, ұят болады, анау болады, мынау болады. Зарина, сен қандай көңіл күйде тұрсың? Қандай жағдайда жүрсің? Дәл сол қалыпта болу қажетсің. Сен біреулер үшін дәлелдеме, өзің үшін дәлелде. Алмазан жоқ болса, түсірме. Сау бол. Айдана! Айдана! Диана? Ау. Жоғалтсың ба?
Жоқ, қайдағы жылаған? Жыламаймыз ғой. Бірақ ой шәпке, сен нәзік жандысың. Саған эмоция ішке сақтамау қажет. Мен артық айтып қойсам, мені кешірші. Сен де мені кешірші, жаным. Мен де артық айтып қойдым. Әке, бұлай келсейікші. Бүгіннен бастап мен ауыр тірліктерді өзім істейтін боламын. Балдар тисе, өз-өзіме тұрып беремін. Көп ұйықтамайтын боламын. Рас айтасың ба? Ал сен әдемі мінезді бол. Әдемі киімдеріңді киіп жүр. Жалпы жақсы көретін менің әпкем болып жүрші. Жарайды. Ал Даниярмен мен сендерді жолықтыратын болдың. Қалай қарайсың, а? Ақымақ, сен өзің Индиранды қатырып алшы. Мынау әпке саған. Рахмет, жаным. Алдың ба? Иә, мамамның картасын алдым. Енді маған сол картаның артындағы цифрлерін айт. 036. Аха. Енді телефонды алып, интернетті аш. Мен сізге сене аламын ғой, ә? Ой, иә. 20 минуттан кейін мамаңның карточкасына 500 мың теңге түсетін болады. Мамаң да қуанып қалады. Ильяс, мамаң қайдан алдың десе не дейсің? Нариман, кейін звондашы. Ильяс, жауап бересің ба? Бизнесмен ағаны кездестірдім деймін. Молодец, Ильяс. Молодец. Алынды ма? Иә, алынды. Ильяс, программа қосылғанша өзің туралы маған айтып отыршы. Мен өскенде ма? Полицейский болғым келеді. Жаман адамдарды ұстағым келеді. Ал сіз ше? Алло. Али, братан. Аға. Аға. Түсінбедім. Менің қаруым қайда? Ильяс, мен саған бір шындықты айтуым керек. Аға, мен жаурап қалдым. Аға, мен жаурап қалдым. Қарнымды аш, аға. Қазір асқар, бір амал табамын. Аға, папа неге олай бізбен істеді? Білмеймін, жаным, білмеймін. Ол ақшаны қайдан алды? Ол ақша негізгі мен ойыншы болай емес пе? Я сенің ойшың. Папа, ұйықтай беріңіз. Біз барлық қарыздарды жауып қойдық. Иә, папа, benim operatsiyamı
жинаған ақшалардың барлығын тауып қойдық. Папа, ұйықтай беріңіз. 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 Не болды? Балалар қайдасыңдар? Бәрі менің кінәм. Бәрі менің кінәм. Папа. Папа. Бұл керемет бұл ғой. Қарыздарымыздың барлығын жауып қойдық. Иә, папа, оның үстінде мен операциям өте сәтті аяқталды. Және де мен түрлі жарыстарға қатысып, түрлі жеңіс медальдар алдым. Иә, мен бокстан жүлделі орын алдым. Және де тағда басқа спорт түрлерімен шұғылданамын. Айтпақшыдай, папа, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Мен де өте қатты жақсы көремін. Мен одан да өте қатты жақсы көремін. Мен одан да өте қатты жақсы көремін. Балаларым, онда киініңіздер. Қыдырып қайтайық. Достар, бұл жай көркем кино. Бұл кинода ешқандай бала зардап шегіп, жарақат алған жоқ. Бұнымен сіздерге айтқымыз келгені. Кез келген істі бастар алдында сабырлықпен, кешіріммен қарайық. Барлықтарымыздың айтатын бір-ақ ойымыз бар. Ол кез келген істі бастар алдында дұрыстап тұрып, Ойлан,